Бүгін біз тармақталмаған айнымалы тоқ тізбегін есептеу әдістерін қарастырамыз. Алдарыңызда тармақталмаған айнымалы тоқ тізбегі тұр. Бұл жерде бір ғана контур. Ал былай қарайтын болсақ, мұнда екі контур тұрған сияқты. Міне бір контур тұр, міне бір контур деп айтуға болады. Дегенмен, бұнда бізде бойымен бір ғана тоқ жүретін қарапайым тізбек көрсетілген. Себебі, мұнары тұрған контурымыз ол контур емес, ол вольтметрдің жалғанып тұрғаны. Бұл схемада бізде екі өлшеу құралы бар, ол амперметр және вольтметр. Амперметр тізбектегі тоқты анықтайды, ол тізбектеле жалғанады тізбекке, вольтметр параллель жалғанады. Сондықтан бұл өлшеу құралдарын схемадан алып тастап, содан кейін барып схеманың қандай екенін көруіміз керек. Сонда мына вольтметрді алып тастайтын болсақ, амперметрді алып тастайтын болсақ, бізде тізбекте тек қана кедергілер қалады. Олар өзара тізбектеле жалғанған. Егер бұлай тізбектеле жалғанған болса, онда схема бізде бір тармақты болып табылады екен. Бүгін біз осы схемаға байланысты бірнеше параметрларды анықтаймыз. Ол үшін бізде берілген мәліметтерді жазып аламыз. Бізде мұнда айнымалы тоқ тізбегі екенін көрсететін кернеудің өзгеру заңдылығы көрсетілген, амплитудалық шама кернеудің көрсетілген, кернеудің ығысу бұрышы көрсетілген, актив кедергілер мен реактив кедергілердің мәндері көрсетілген. Бақылау жұмысында есептің шарты бойынша мынандай сурет көрсетіледі, ал берілген мәндерінде суретте көрсетілмеген кедергілердің мәндері де тұрады. Біз берілгеннен тек қана суретте не көрсетіліп тұр, соны ғана жазып аламыз. Ал суретте жоқ мәндерді берілгеннен алып қажеті жоқ. Сонда міне менде R1 бар, S1 бар, R2, L2 бар. Осы төрт кедергінің ғана мәндерін жазып аламын. Енді нені анықтауымыз керек? Амперметрдің көрсеткіші, вольтметрдің көрсеткіші, осы тізбек бойындағы тоқтың өзгеру заңдылығы, вольтметр жалғанған аралықтағы кернеудің өзгеру заңдылығын анықтауымыз тиіс. Ең бірінші амперметрдің көрсеткішін анықтайық. Оны анықтау үшін біз Ом заңын жазып аламыз. Айнымалы тоқ тізбегі үшін Ом заңы I тең болады U бөлінген Z. Бұл жерде тұрақты тоқ тізбегінде біз Ом заңын I тең болады U бөлінген R деп жазатынбыз. Ал мұнда кедергінің орнына Z-ті қоямыз. Себебі айнымалы тізбекте тек қана актив кедергі емес, сонымен қатар реактив кедергілер бар. Олар конденсатор мен катушка. Сол себептен схеманың толық кедергісін анықтау үшін біз реактив кедергіні тоже ескеруіміз керек. Соны біз жай ғана R емес, бүкіл тізбектің кедергісін Z деп қабылдаймыз. Осы формулада қандай шамалар бізде белгісіз. Кернеудің мәнін білмейміз, және осы толық кедергінің мәнін білмейміз. Кернеудің мәнін анықтау үшін біз амплитудалық шама берілген, сол арқылы кернеудің әсерлік мәнін табамыз. U тең болады, UM бөлінген түбірасты 2. UM берілгенде тұр, соны түбірастікке бөлеміз, 71 вольт шығады. Енді Z-ті табамыз. Z дегеніміз бізде Пифагор теоремасы бойынша анықталатын айнымалы тоқ тізбегінің толық кедергісі. Енді Пифагор теоремасын есімізге түсіретін болсақ, ол тік бұрышты үшбұрышқа негізделген, оның екі катеті, бір гипотенузасы болады. Егер біз катеттерді кедергілер ретінде қабылдасақ, онда мына тұрған гипотенуза осы кедергілердің жалпы мәнін анықтайды, Z толық кедергіні. Катеттің тік жатқан катетті міндетті түрде X деп аламыз, бұл реактив кедергі, ал көлденең жатқан катетті R деп аламыз, ол актив кедергі. Екеуінің квадраттарының қосындысын түбірасынан алатын болсақ, бізде Z шығады. Мынау біздің жалпы формуламыз. Енді бұны ашып жазайық. X дегеніміз реактив кедергі. Оның құрамында конденсатор бар, катушка бар. Соны ашып жазатын болсақ, R-ді өзін қалдырамыз. X-тің орнына XL минус XC деп жазамыз. L деген катушканың кедергісі, C деген конденсатордікі. Конденсатордың кедергісінің алдына әрқашан минус қойып отырамыз. Енді осы формуланы берілген схемамызға сәйкес индекстарын қойып өзгертіп аламыз. Сонда түбірасында схемада бізде екі актив кедергі бар, екеуінде ескереміз. R1 қосылған R2 квадрат қосылған XL2, менде берілгенде L2 деп тұр, индексін туралы схема бойынша жазып отырамыз, минус XC1 И квадраттаймыз, түбірасынан шығарамыз. Егерде мысалы басқа варианттарда екі реактив кедергіде катушка болып кететін болса, онда мына формулада
катушканы 2 еселеп аламыз. 2 катушканың қосындысы конденсаторды 0 деп қабылдаймыз. Сонда біз осы формуламызды схемаға сәйкес түрлендіріп аламыз. Ал егер мысалы схемада 2 конденсатор тұрған болса, онда бұл схемада катушканың кедергісі 0 деп қабылдаймыз, себебі ол схемада болмайды. Сондай бір жағдай болып қалса, онда конденсаторды екеуінің қосындысы ретінде қабылдаймыз. Осылайша мына формула қатып қалған формула емес, осыған біз міндетті түрде схемамыздағы элементтерді ескеріп өзімізге қажетті формула жасап аламыз. Енді барлық мәліметтерді берілгендегі қойып шығамыз да Z-ті табамыз. Қазір ары қарай көрсетемін. Табылған Z-тің мәні арқылы Ом заңына қойып, амперметрдің көрсеткішін, яғни тізбектің бойындағы тоқтың әсерлік мәнін анықтаймыз. Бұл 4,7 ампер, ол амперметрдің көрсеткіші. Екінші тапсырма. Осы тізбектегі тоқтың лезік мәнін анықтаймыз. Тоқтың лезік мәні I/T деп жазылады. Бұны немесе тоқтың лезік мәні деп айтады, немесе тоқтың өзгеру заңдылығы деп айтады. Оны анықтау үшін ең бірінші формуласын жазып аламыз. Осы формулада қандай шамалар біз үшін белгісіз, қасына қойып шығамыз. Амплитудалық мән белгісіз, омега және фи белгісі. Омега бұрыштық жиілік, фи деген тоқтың ағысу бұрышы. Осы үш шаманы біз білетін болсақ, мына жауапты толтыра аламыз. Енді рет-ретімен анықтап шығамыз. Амплитудалық мәнді анықтау үшін біз әсерлік мәнді көбейтеміз түбірас текке. Әсерлік мәнді амперметрдің көрсеткішінен аламыз. 4,7 көбейтеміз түбірас текке 6,65 шығады. Омега деген 2πf. 2 пидің орнына 3,114, f деген жиілік. Егер есептің шартында жиілік туралы ештеңе айтылмаса, бірақ формулада жиілік тұрса, онда жиіліктің мәнін 50 герц деп қабылдаймыз. Ол 314 шықты. Енді фиді табуымыз керек. Ол мынандай формуламен анықталады. Фи тең болады фи О минус фи И. Яғни кернеудің ағысу бұрышынан тоқтың ағысу бұрышын алып тастайтын болсақ, жалпы фи шығады. Ол міне мына тұрған графикпен түсіндіруге болады. Егер біз комплекстік жазықтықта тоқтың векторы мен кернеудің векторын салатын болсақ, тоқтың векторы мен X осінің арасындағы бұрышты фи И деп қабылдаймыз, тоқтың ағысу бұрышы. Кернеудің векторы мен X осінің арасындағы бұрышты фи У деп қабылдаймыз, кернеудің ағысу бұрышы. Осы екі вектордың арасындағы бұрыш фи бұрышы болып табылады. Енді бізге мына формуланы жазып отырған себебіміз, осы жерден біз тоқтың өзгеру заңдылығын жазу үшін қажет болатын фидің ағысу бұрышын анықтаймыз. Тоқтың ағысу бұрышын анықтаймыз. Ол мына жерден алатын болсақ фи У минус фи. Енді кернеудің ағысу бұрышы берілгенде бар, фиді табамыз. Фиді анықтау үшін біз бағанағы Пифагор теоремасын салған тікбұрышты үшбұрыштың схемасы бойынша біз тангенс фиді табу үшін X катетті бөлеміз арға, яғни мектеп курсынан біз қарама-қарсы жатқан катетті іргелес жатқан катетқа бөлсек, фи бұрышының тангенсі шығады деп айтқанбыз. Осыдан арктангенс арқылы фиді тауып аламыз. Сонда X пен фи тең болады арктангенс. Енді өзімнің схемама барып қоям. Схемада X-тің орнына XL2 минус XS1 реактив кедергілердің өзара алып тастаймын, бөлемін. R1 қосылған R2 менде схемада екі кедергі болған. Мына тұрған формула барлық схемаға бірдей емес. Бізде барлық схемаға шаблон формула міне тұр. Арктангенс X бөлінген R. Біз осыны аламыз да өзімізге вариант бойынша берілген нұсқада X-тің орнында нені қалдырамыз, қараймыз. Возможно, онда екі реактив кедергі ретінде екі катушка тұрса, онда мұнда XL1 қосылған XL2 деп жазамыз. Егер екі конденсатор тұрса, минус XS1 минус XS2 деп жазамыз. Сонда мұнары тұрған индекстарымыз ол есептің шартына байланысты өзгеріп отырады. Осы жерде енді мына тұрған кедергілердің орнына сан мәнін апарып қойып, арктангенс табатын болсақ, мен 36 градус шығады. Ары қарай осы мәндерді орнына қоя отырып, мына жерде біз
96 деген бұрышты тауып аламыз. Яғни мына жерде бізде фи и деген фи у минус фи. Мұнда фи у минус фи болады. Мына жерде фи и болады. Мына жерде мен қате жазып қойыппын. Фи табу үшін фи у минус фи болады. Сонда фи уымыз 60 берілгенде минус фидің өзі минуспен тұр. Сонда екеуі қосылып 96 градусты құрайды. Енді бізде жаңағы тапқан мәндеріміздің барын осы тұрған формуланы бағана жазғанбыз, сол формулаға қойып шығамыз. Мына и аттыны қалдырамыз. Амплитудалық мәннің орнына 6,65-ті қоямыз, синус қалады. Омеганың орнына 314, тыны қалдырамыз, қосылған 96 градус. Осымен бір тапсырма бітті. Келесі тапсырма вольтметр көрсеткішін анықтау. Вольтметр көрсеткішін анықтау үшін біз бағанағы схемамызға қай жерде вольтметр жалғанып тұрғанын анықтап аламыз. Ол схемада бізде былай болған. Мына жерде біз актив кедергі тұрды, конденсатор тұрды, мында актив кедергі, мында катушка тұрған. Бізде вольтметр мына аралыққа жалғанған. Қайсы вольтметр жалғанған түйіндерді сендер А, Б деп белгілеп аласыңдар. Яғни вольтметр именно осы А, Б түйіні арасындағы кернеуді анықтайды. Сонда Ом заңы бойынша УАБ-ны табуымыз керек. Ол иді көбейтеміз ZAB-ға. Идің индексін иге ИАБ деп индекс қоймаймыз, себебі схемамыз бізде бір тармақты бойымен бір ғана тоқ жүреді, сондықтан барлық кедергілерде тоқтың мәні бірдей болады. Оны көбейтеміз именно осы АБ арасындағы кедергінің мәніне. Енді осы жерде қай мәліметтер белгілі жазып аламыз. И деген 4,7 ампер, ол көрсеткіш, бағанағы амперметрдің көрсеткіші. Бізге табу керек ZAB-ны. ZAB-ны табу үшін бағанағы Пифагор теоремасына қайттан келеміз. Ол түбірасында r квадрат плюс x квадрат болған. Тек мына жерде индекстарға АБ деп нақтылап көрсетіп қоямыз. Ары қарай осы x-ті ашып жазамыз. R АБ-ның орнында бізде мына жерде R2 деген кедергі тұрған. R2 деп қоямыз. X АБ-ның орнында бізде L2, XL2 тұр. Соны келіп мында қоямыз. Квадраттап түбірасынан шығарғанда 7,21 Ом шығады. Мына бастапқы формулаға барып қоя саламыз. Сонда бізде 34 вольт деген вольтметрдің көрсеткішін анықтап аламыз. Келесі тапсырма осы вольтметр жалғанған аралықтағы кернеудің өзгеру заңдылығын анықтау. Оны анықтау үшін біз кернеудің өзгеру заңдылығының формуласын жазып аламыз. Бүкіл формулада барлық ізделініп отырған параметрлардың асына индекс АБ деген индекс қоямыз, себебі біз тек қана АБ түйінің арасындағы өзгеру заңдылықты іздеп отырмыз. Сонда УАБ, УМАБ, фи УАБ деп индекстар қойып шығамыз. Омегаға АБ-ны қоймаймыз, себебі ол бүкіл тізбек бойынша өзгеріссіз қалады. Келесі жерге біз қандай шамалар бізде анықталуы тиіс, соны жазып шығамыз. Бұл жерде бізде амплитудалық шаманы білуіміз керек, кернеудің қас табамыз. Омега 314 бар. И АБ арасындағы кернеудің ығысу бұрышын анықтауымыз тиіс. Енді біз анықтайтын шамаларды жазып алдық. Енді кернеудің амплитудалық мәнін анықтау үшін біз вольтметрдің көрсеткішін түбірасты 2-ге көбейтеміз. Сонда 48 вольт шығады. Ары қарай именно осы АБ арасындағы кернеудің ығысу бұрышын табу үшін біз бағана жазған фи у минус фи и деген формуланы қолданамыз. Фи у минус фи и тең болады фи. Тек мұнда фи удың астына индекс АБ-ны қоямыз, фидің астына АБ-ны қоямыз. Фи иге АБ индексі қойылмайды, себебі тізбекте бір ғана тоқ жүреді, ол өзгермейді. Осы жерден фи у АБ-ны өрнектеп алып шығамыз. Бұл жерде фи идің мәні 96 бағана тауып қойдық. Фи АБ-ны білмейміз, соны анықтаймыз. Оны анықтау үшін бағана тоқтың мәнін анықтаған кезде қолданған тангенс фи АБ формуласын ескереміз. Бізде бағана жазғанда тангенс фи тең болады x бөлінген r деген формула болған. Тек мына жерде барлық жерге АБ индексін қосып шығамыз. Ары қарай осы жерден арктангенс арқылы бізге қажетті градусты ала аламыз.
Мына жерде x абының орнына именно аб арасында қандай реактив кедергі тұр, соның мәнін жазамыз. xl2 тұр. r абының орнына именно осы абының арасында қандай актив кедергі тұр, соны жазамыз. Орындарына сан мәндерін қойып шығамыз да 56 градусты аламыз. Ары қарай бұл тапқан мәніміз бізде фи у абыны табу үшін керек. Не тұр? Мына тұрған формула. Осы жерде фи абыны тауып алдық, ол 56 градус. Оған қосын фи 96-ны 152. Осымен абы арасындағы кернеудің ығысу бұрышын, кернеудің өзгеру заңдылығын анықтаймыз. УМнің орнына 48-ді қойдым, 314, 150 градус. Жауапты осындай күйде қалдырамыз. Енді келесі бір айта кететін жағдай, егер абының арасында, менің жағдайымда абының арасында екі кедергі болды, бір актив, бір реактив. Кейбір варианттарда абын түйіндерінің арасында бір ғана кедергі болуы мүмкін. Мысалы, тек қана актив кедергі болуы мүмкін, тек қана катушка, тек конденсатор болуы мүмкін. Бұндай жағдайда біз фи бұрышын анықтамаймыз, онда автомат түрде белгілі бір нақты мәнді қоя саламыз. Мысалы, егер де абы түйіні арасында вольтметр жаланған аралықта тек актив кедергі болса, бұндай жағдайда фи бұрышын арктангенспен таппаймыз, фи бұрышын автоматты түрде 0 қоямыз. Фи бұрышы 0-ға тең. Себебі актив кедергіде тоқ пен кернеудің векторлары бір бағытта. Екі вектордың арасындағы ығысу бұрышы 0 градус болады. Егер осы абы түйіннің арасында тек қана катушка тұратын болса, онда фи бұрышын арктангенспен таппаймыз, автоматты түрде плюс 90 градус деп аламыз. Себебі бізде тоқ пен кернеудің арасындағы ығысу бұрышы 90 градусты құрайды. Вообще фи бұрышы деген ол бізде тоқ пен кернеудің арасындағы бұрыш. Егер мысалы абы арасында актив кедергі және бір реактив кедергі болатын болса, екі кедергіден тұрса, онда міндет түрде бұл бұрыш 90 градустан үлкен немесе 90 градустан кіші болады. Ол белгілі бір бұрыштың мәнін береді. Ал егер тек қана катушка болса, онда 90 деп автомат түрде жаза саламыз. Ал егер актив кедергі мен бір реактив кедергі тұрса, онда арктангенс арқылы табамыз. Бүгінгі есепте анықтаған сияқты. Ал егер тек қана конденсатор тұрса, онда фи бұрышын тоже таппайсыңдар арктангенспен, сразу минус 90 градус деп жаза саламыз. Себебі бізде тоқ пен кернеу арасындағы ығысу бұрышы минус 90-ды көрсетеді. Сонда конденсаторда бірінші тоқ пайда болады, содан кейін барып кернеу пайда болады екен. Катушкада бірінші кернеу пайда болады, содан кейін барып тоқ, яғни кернеу озып отырады. Бірінші кернеудің өзгеру заңдылығы басталады. Соны 90 градустан кейін тоқтікі басталады. Конденсаторда керісінше бірінші тоқтың өзгеру заңдылығы басталады, содан кейін 90 градустан кейін кернеудікі басталады. Осындай нюанстарын білу керек. Ең соңғы тапсырма векторлық диаграмманы анықтау. Векторлық диаграмманы анықтау үшін біз бірінші схемамызға қарап аламыз. Схемада 4 кедергі болса, біз 4 әр кедергінің өзінің кернеуін тауып аламыз. 4 кернеу. У, R1, мынау көбейту емес, мынау индексі У, R1 деген индекспен UC1, UR2, UL2. Әр кедергінің кернеуін Ом заңы бойынша анықтаймыз. Яғни тоқты көбейтіп шығамыз кедергінің мәніне. Мысалы, UR1-де тоқты көбейтеміз R1-ге, UC1-де тоқты көбейтеміз X1-ге, UR2-де тоқты көбейтеміз IR2-ге. Дәл осылай әр кедергінің кернеуін анықтағанда боймен жүретін тоқты сол кедергінің мәніне көбейтіп шығамыз. Сонда менде мынандай мәндер шықты. Бұлардың бәрі векторлардың ұзындықтары. Қазір масштабпен векторлық диаграммада осы ұзындықтарды масштабқа қоя отырып салуымыз тиіс. Векторлық диаграмманы салғанда бірінші осьті салып аламыз. Осы осьқа, осьтің бойына тоқтың векторын саламыз, тұрғызамыз. Бұл векторлық диаграмманы егерде біз комплекстік сандар жазықтығына салатын болсақ, онда біз барлық тоқтың ығысу бұрышы, кернеудің ығысу бұрыштарын бәрін ескеруіміз керек. Ал қарапайым түрде, мынандай түрде де салуға болады. Бүгін мен қарапайым түрін көрсетемін. Яғни ең бірінші тоқтың векторын салып аламыз. Тоғымыз 4,7 масштабпен тұрған ұзындығы 4,7 болады. И осыған салыстыра отырып кернеулерді салып шығамыз. Мысалы, UR1 37-де 6 болды. R деген актив кедергі. Қазір мен UR1
деген актив кедергінің кернеуін саламын. Актив кедергінің кернеуі тоқтың бағытымен бағыттас болады. Сонда санақ басынан тура осы салған тоқтың векторының бойына бір вектор салып шығам. Оның ұзындығы UR1-ге сәйкес келу керек. Оны міне белгілі қойдым UR1 деп. Осы жерден тоқтаймын. Келесі салатын кернеуім тізбек последовательности, мына реттілікті біз сақтауымыз керек. UR1-ден кейін UC1 тұр. UC1-дің сыйымдылығы ол. Сыйымдылықта жаңағы векторлық диаграммада сыйымдылықтың векторы тоққа қатысты 90 градусқа төмен бағытталып тұрады. Сонда міне біздің тоғымыз былай тұрса, сыйымдылықтығы тоққа қатысты 90 градус төмен бағыттаймын. Мына тұрған ұзындық UC1-дің векторының ұзындығын көрсетеді. Мен мұнда масштабқа қойған жоқпын. Мен бағытын көрсету үшін қысқаша көрсете алдым. Так сіз есеп шығарғанда міндетті түрде мына масштабты UC1-ді 70,5 деп масштабқа қойып көрсетуіміз керек. UC-дан кейін R2 тұр. R2 тағы да актив кедергі, ол тоқтың бағытымен бағыттас параллель болады UR2. И соңғымыз UL2 міне катушка. Ол тоқтың векторына қарағанда катушканың кернеуі тоққа қатысты жоғары бағытталып тұрады. Мына бізде былайынан тұрса, тоққа қатысты 90 градус жоғары бағытталады. UL2. Ең соңғы нүктені санақ басымен қосамыз. Сонда пайда болған вектор кірістегі кернеудің бағытын көрсетеді. Егер мынаны біз масштабты дұрыстап қойған болсақ, және мынаның ұзындығын өлшесек, бұл бізде ең басында біз таптық қой, уды он бөлінген түбірас 2 деп, соның шамасына тең болу керек. Осымен қарапайым синусоидалы тоқ тізбегін есептеу әдістерін аяқтадық.